Мың бояулы қала жылдам өсіп келе жатқан мегаполис адамдардың өмір сүру стандарттарын үнемі арттыруға бағытталып отыр. Дәл осы жерде жаңадан қосылған аудандар қарқынды жаңғыртылуда. Шеті жоқ қала қағидаты бойынша тартылудың жаңа аймақтары құрылуда. Тұрғын үй, жолдар, жаңа әкімшілік іскерлік орталықтары салынуда. Күннен күнге дамып жатқандығын көз алдымызда көріп жатырмыз. Өте жақсы қолға алынып жатыр. Интеграцияланған қала Алматы қаласын 2020 жылға дейін дамыту бағдарламасының 7 басымдығының 6-шысы. Басты бағыттар қосылған аумақтардың өмір сүру стандарттарын арттыру, Алматы агломерациясын ескере және үйлестіре отырып қаланы келешекте дамыту, сондай-ақ белсенді түрде халықаралық орнын нығайту. Интеграцияланған қала дегеніміз кең ұғым. Бұл ұғымға Алматы аумақтарының өміршеңдігіне жауап беруде келеді. Бәрі үндесе отырып жұмыс істеу қажет. Егер халық саны көбейе бастаса, онда коммуналдық қызметті өсуі тиіс. Егер қала бойынша қозғалу артса, онда біз көлік санын арттыруымыз қажет. Метроны дамыта бастасақ, ЛРТ енгізілу керек. Мұның бәрі қала қазіргі заманға лайық жүйеге сәйкес келу үшін істеліп жатыр. Систему современной жизни. Жақсы өзгерістер болып жатыр. Осы өзгерісті енді біз ғана емес, басқалары да білуі қажет. Барлық алматылықтардың өмір сүру сапасын арттыру қаладағы кез келген өзгерістің негізгі мақсаты. Бұл жерде аудандық қағидат бойынша басымдықтар жоқ, шекаралар өшіріліп, шетсіз қала құрылуда, қосылған аумақтарға ерекше назар аударылуда. Бұл аудандарда 380 мыңнан астам жан тұрады. Принцип полицентричности – это... Полицентризмнің негізгі қағидаты жаһандық тренд болып келеді. Адам баласы өзінің өмір сүру аясынан кетпей барлық қызмет түрін алу тиіс. Бұл шынымен де солай. Біз қазір су, жылу қызметінде үйде отырып ала аламыз. Осы аяны ары қарай дамытуымыз қажет. Банктық, мемлекеттік компаниялардың және де тағы да басқалардың қызмет түрін алатындай дәрежеге жетуіміз керек. Қаланың ортасына көшіп барудың керегі жоқ. Сол қызметтерді тұратын жерде отырып алуға болатындай болуы тиіс. На окраинах городов. Алматыда Қазақстандағы ең үлкен тұрғын үй қоры бар. Тек өткен жылы қала 2 миллион шаршы метр тұрғын үй салды. Мемлекеттік бағдарламалар аясында салынған шаршылардың 62% тек Наурызбай ауданына тиесілі. Мұндай қаржыға құны 15 миллион теңгеден аспайтын жаңадан салынған үйлердің шағын көлемді пәтерлерін сатып алуға болады. Ағымдағы жылы осындай 500-ден астам пәтерді Алатау және Наурызбай аудандарында пайдалануға беру күтілуде. Өте көп нәрселер жасалып жатыр. Қазақстанда үй алып жатқан адамды өте жиі кездестіремін. Жақсы, әйбет, балалармен тұрып жатыр. Соңғы 5 жылда тек Наурызбай ауданын дамытуға 77 миллиард теңге бөлінді. 19 шақырым жол, 200 шақырым астам желі, 5 медициналық мекеме, 2 мемлекеттік мектеп, 2 мемлекеттік және 65 жеке меншік балабақша салынды. Сондай-ақ Алатау ауданы да қарқынды өсуде. Мұнда 30 мыңнан астам жұмыс орны ашылды. 2,7 миллион шаршы метр тұрғын үй салынды. 12 мектеп, сонша медициналық мекеме ашылды. Өткен жылғы қазан айында елбасының жолдауында берілген тапсырмаға сәйкес Алматы қаласында соңғы 34 жылда 8 мектеп салынатын болады. Оның 6-ы Алатау ауданында, 1-і Наурызбай ауданында, 1-і Әуезов ауданында. Қала деңгейінде, аудан деңгейінде жасалып жатқан құрылыс объектілер жұмыстарының қазір таңда оң жолға түскендігін байқаймыз. Қосылған аудандарды дамыту тұжырымдамасына қолайлы инфрақұрылым мәселелері ғана кірмейді. Басты мақсат бұл аймақтарды инвесторлар мен қала тұрғындары үшін тартымды ету. Сондай-ақ инфрақұрылым адамдарға қағидаты бойынша жұмыс орындарын құру. Когда мы вот это видим, Әрі бизнестегі осындай серпілісті көргенде орта бизнесте тартыла бастайды. Сол кезде қаланы біркелкі де жүйелі түрде дамытатын жағдайды көреміз. Қала аудандарына жаңа тартылыс аймағын белсенді түрде құруда. Қазір заманғы мәдени және бірегей спорт нысандары ашылуда. Алатау ауданы 2017 жылғы универсиаданың орталық нысаны болып келетін мұз айдыны мен 39 мың шаршы метр жеңіл атлетикалық стадионын өз иелігіне алды. Алматы спорты деген бағдарлама. Сол бағдарлама аясында бізде 1400 жуық шара жоспарланып жатырмыз. Жалпы адамдардың саны 153 мыңнан астам адам қатысуда. 2020, если честно... Біз 2020 жылға дейінгі бағдарламаны жүзеге асырдық десек болады. Барлық мақсатты орындадық. Бұл тек қағаз жүзіндегі бағдарлама ғана емес. Бағдарлама іс жүзінде де өз міндетін атқаруда. Өзгерістер тек орталық жақта ғана болмай барлық жерді қамтыды. Ары қарай 2020 жылдан кейін не болады? Біз бұдан да сапалы үлгіге көшуіміз тиіс.
Қала халқы сервис дегеннің не екенін ұғуы керек. Люди понимали, что такое сервис. Алматы агломерациясын есептемесе қаланың перспективалық дамуы мүмкін емес. Ықпал ету аймағына мыналар кіреді. Агломерация орталығы, яғни өзегі, Алматы қаласы және Алматы облысының 5 әкімшілік ауданы, Қарасай, Талғар, Іле, Еңбекшіқазақ және Жамбыл аудандары, сондай-ақ Қапшағай қаласының аумағы. Агломерациямен қоса есептегенде 3 миллион халық Алматыда тұрады. Біз қала құрылыстың перспективті секторларын сондай-ақ басым аймақтарын айқындадық. Алматы қазір бәріне шабыт береді, серпінді түрде дамуда. Қаламыз магнит секілді тартады. Алайда біз бәрін тарта бермеуіміз керек. Біз қалай болу қажет екенін үлгі ретінде көрсете білуіміз жөн. Басқалар қаламызда қандай өзгерістер болып жатқанын көріп, шаһарымызға бой түзеп, өздерінде де соны істеулері керек. Показать мы должны быть примером. Бағыттың негізгі мақсаттары көлікті қолжетімділік, транзиттік әлеуетті пайдалану және азық-түлік белдеуін құру. Ол үшін ауыл шаруашылығын дамыту қажет. Сол себепті ауыл шаруашылық өнімін өндірушілерге Алматы нарығына қол жеткізу мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Сапасы жақсы қазір шығып жатқан Қазақстан өнімдері. Жақсы өнім, конкуренция пайда болады деген сөз. Яғни сапа жағынан болсын, баға жағынан болсын, конкуренция пайда болған жерде әрине даму болады. Алматы агломерациясының туризмді дамыту тұрғысынан да үлкен әлеуеті бар. Мысалы, Алматы қаласындағы шекаралас Алматы облысында көптеген туристік объекттер бар. Жаңағы Шарын болсын, Тамғалы тас, жаңағы Тургень, әртүрлі объектілер. Сол жерге мысалы Алматы қаласынан келетін туристер, шетел болсын, өзіміздің туристер осы біздің Алматы қаласынан келіп, осында қонып, ертесі күні жаңағы Алматы облысына баратындай жағдай жасалды. Боралдай сақ қоғамдары аумағында сақ мәдениет орталық құрылысын бастау, мұражай тұрғыза отырып, Райымбек Батыр кесенесін қайта жаңғырту, этнолық бірегей кешен салу, сақ қорғанын қалпына келтіру сияқты жобалар көзделген. Қаланың туристік әлеуетін арттыру, жастарға, жалпы азаматтарға жұмыс орындарын ашу, Алматының экономикасын көтеру арқылы жасау. Алматы ірі мегаполис ретінде жақын арада Еуразияның іскерлік және мәдени орталығы ретінде өзін көрсете алды. Қаланың танымал болуын, бәсекеге қабілеттігін және туристік тартымдығын қамтамасыз ету үшін барлық жағдай жасалуда. Бүгінгі таңда бізде жаңағы оқиғалық туризм дамып жатыр, майыс туризм, жаңағы іскерлік туризм дейміз. Мысалы, майыс туризмді кететін болсақ, бүгінгі таңда Алматы қаласында әлемдік деңгейдегі іс-шаралар өткізілуде. Мыңдаған конференциялар өткізілуде жыл сайын. Мысалы, осы жақында туристік бағытқа сәйкес көрме өтті. Ол көрме жаңағы Китов көрмесі деп аталады. Китов көрмесіне әлемнің 27 елінен келген 350 компания қатысты. Өз мемлекеттеріне барып, Алматы қаласының тәулебетін таныстырып, Алматы қаласына деген қызығушылықты жоғарылатады деген сенімдеміз. Шарын каньоны міне жақында көкжайлауды жөндеймін деп жатыр. Одан кейін ботанический сад осы жерде орналасқан. Соның бәрін көру өте бір керемет. Жер жәннаты Жетісу деген. Сол Жетісуда орналасқан біздің ең үлкен мегаполисіміз ғой енді. Сол Алматы тамаша қала. Алматыда жыл сайын мәдени және тарихи өзіндік ерекшелігін көрсететін іс-шара өткізіледі. Сол іс-шара әлемге танымал брендті қалыптастыратын қаланың визит танысқысы деп атауға болады. Біздің бренд Алматы мың бояулы қала деген. Алматы қаласының жаңағы туроператорлары, туркомпаниялары шетелдік көрмелерге қатысады. Алматының әлеуетін көрсетіп, ертеңгі күні шетелден, сол мемлекеттерден туристер тартады. Алматы өмір сүргін келетін қала. Әрқайсымыз шаһарымызды мақтан тұтатындай, қаламыз да бізге бәрін істеуде. Нәтижесінде барлық сала бойынша даму болғанда, қаламыз дана да ақылды қала болады. Бай болады деп айтып тұрған жоқпын. Мақсат бай болу емес. Басты мақсат дана да пайдалы болуында. Қалғаны жаймендеп бола жатады. 100% өмір сүру жақсарды десек болады. Ағып атқан таза бұлақ, жасыл желек, ерекше бір табиғаты, тау көрініп тұратын бұл жерден. Алатау. Соның бәріне керемет ғашық болдым. Әсем қалалардың бірі.